атом электростанциясының маңайындағы әңгіменің барлығы Путиннің әңгімесі ол. Қазақ уысынан шығып кетпесін деп ол бізді мәңгілік бодандыққа отырғызғысы келіп тұр. Басқа ешқандай да бұл жерде әңгімесі бәрі сол. Тек қана қазақты олар атом электростанциясын салатында Россия. Оны бізге уранның бәрін солар әкетіп жатыр, обогащенный уранды әкеліп бізге оның қазір киловаттымыз 25-27 теңге ма, бізге 70-80 теңгеден бізге сатпақшы киловаттын. Ол біріншіден экологиялық катастрофа, екіншіден мәңгілік құл болдың деген сөз. Онсыз да біздің талай жерімізді полигон қылып отыр. Сондықтан ертең референдумға барып, не бүк, не шық қылу керек.